Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз өте ерекше дәмді етті пирогтың рецептісімен бөлісемін. Өте керемет дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін қарап кетіңіздер. Бізге қажетті заттар: күнбағыс майы, тұзымыз, разрыхлителіміз, жылы суымыз және де ұнымыз қажет. Енді жылы суымызды, тұзымызды және күнбағыс майын, разрыхлителімізді ұнымызға қосып, жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр илейміз. Қамырымызды осылай илеп, пакетке салып, холодильникке қойып қоямыз. Одан кейін біз начинкасын дайындаймыз. Бізге 300 грамм фаршымызға бір пиязымыз және де 2 картофеліміз қажет. Дәл осылай 4 пішті қылып ұсақтап турап қосамыз. Сізде асқабақ болса, асқабақ қоссаңыздар да өте дәмді болып шығады. Барлығы өздеріңіздің қалауларыңызша. Мінекей тұзымызды, бұршымызды қосып, қолымызбен жақсылап араластырып аламыз. Начинкамыз дайын. Енді қамырымызды алып, екіге бөліп, оқтауымызбен жаятын боламыз. Дәл видеодағыдай қатты жіңішке қылып жаймай, орташа қалыңдықта жаямыз. Сіздердің қандай формаға саласың, соған байланысты жайып алсаңыздар болады. Мен пирог пісіретін 24 сантиметрлік формаға жасадым. Сіздер одан үлкен формаға жасаңыздар да өте керемет шығады. Формамды майлап алып, одан кейін қамырымды орналастырамын. 2 қамырымызды өйстіп жайып аламыз. Бір қамырды орналастырып, начинкамызды салып, ендігі екінші қамырымызды үстінен жабатын боламыз. Жақсылап 2 қамырды осылай қосып әдемілеңіздер. Бетін бәрін біркелкі қылып, түзеу қылып алғаннан кейін ортасын тесетін боламыз. Біздің фаршымыз жақсы пісу үшін осылай тесіп қоямыз. Одан кейін жұмыртқамызбен бір жұмыртқаны алып жабып шығамыз. Пешімізге 50 минутқа салып аламыз. Мінекей біздің етті бәлішіміз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Сіздерге видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп кетіңіздер. Менің парақшамды қолдап кетіңіздер. Сіздермен болған Гүлсамал.